Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы халықтық болжам. Жаңа сөздер: найзағай, шық, құрғақ, тышқан, ін, күркіреу. Жаңа сөз үйренейік. Суреттен тек жануарлар мен құстардың атауын жаттап ал. Бозторғай, көртышқан, қарға, шегіртке, найзағай, жұлдыз. Жарайсыңдар. Айтылым бойынша екінші тапсырма: қарсы мәндес сөзді тауып айт. Қалың — жұқа, дымқыл — құрғақ, аз — көп, ұзақ — қысқа, жұмсақ — қатты, жақын — алыс. Есте сақтайық. Егер сөздің соңғы дыбысы қ, к, ш, п, с әріптер болса, онда ол сөздерге тау немесе теу жұрнағы жалғанады. Мысалы, тіктеу. Тік соңғы әріп к әріпі, яғни теу жұрнағы жалғанады. Неге теу, неге тау емес? Себебі тік деген сөзде әріпі жіңішке, сондықтан теу жұрнағы жалғанады. Егер сөздің соңғы дыбысы а, і, р, у, и әріптері болса, онда ол сөздерге лау немесе леу жұрнағы жалғанады. Мысалы, жұқа, лау. Жұқа соңғы әріп а әріпі, оған лау жұрнағы жалғанады. А әріпі бізде жуан болғандықтан лау жұрнағын жалғаймыз, оқушылар. Кішілеу. Кіші соңғы әріп леу жұрнағын жалғаймыз. Өйткені әріпі жіңішке. Егер сөздің соңғы дыбысы л, м, ың, з әріптері болса, онда ол сөздерге дау, деу жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, тереңдеу. Соңғы әріп ың. Тереңдеу. Неге деу? Себебі мұндағы терең дегендегі е әріпі жіңішке. Қалыңдау. Соңғы әріп ың, оған дау жұрнағы жалғанып тұр. Мұндағы қалың деген сөздегі әріпі жуан, сондықтан жалғанған жұрнақ та жуан болады. Орысша нұсқасы ереженің. Оқылым, айтылым үшінші тапсырма: мәліметті оқып, оған сәйкес суретті тап. Экранда көрсетілген суреттерге сәйкес осы сөйлемдерді табуымыз керек. Көртышқан ін қазғанда топырағын жақын үйсе, қыс қатты болады. Екінші сурет сәйкес. Мысық айналаны тырналаса, күн боран немесе жаңбыр болады. Төртінші сурет. Шық көп түссе, шөп қалың өседі. Алтыншы сурет. Бозторғай ұясын ой жерге салса, жаз құрғақ болады. Бірінші сурет. Күн қызыл шапаққа оранып батса, ертеңіне ыстық болады. Жетінші сурет. Ай шалқалап туса, күн райы мал жанға жайсыз болады. 12-ші сурет. Жасыл шегіртке көбейсе, жаз құрғақ болады. 10-ші сурет. Қарға топтасып қарқылдаса, күн райы бұзылады. 3-ші сурет. Жаз найзағайлы болса, қыс жылы болады. 8-ші сурет. Аспанда жұлдыздар көп болса, күн жылы болады. 5-ші сурет. Дала тышқандары топ болып шөп жинаса, жақында жауын-шашын болады. 11-ші сурет. Жылқы жазда ыққа қарап жайылса, қыс қатты болады. 9-ші сурет. Осы мәліметтердің орысша нұсқасы. Жазылым 4-ші А тапсырма: сөздерге тиісті қосымшаны жалға. Оқушылар жаңа түсіндірген ережеге қарай отырып, мына берілген сөздерге тиісті қосымшаны жалғайық. Қараңғы, қараңғылау. Терең, тереңдеу. Жұқа, жұқалау. Қалың, қалыңдау. Суық, суықтау. Аласа, аласалау. Биік, биіктеу. Жоғары, жоғарылау. Көлеңке, көлеңкелеу. Төмен, төмендеу. Ашық,
ашықтау, аяз, аяздау, дымқыл, дымқылдау, құрғақ, құрғақтау, тұман, тұмандау. Жарайсыздар оқушылар. Сөздердің орысша нұсқасы. Жазылым 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, сөйлемді аяқта. Дала тышқаны көртышқанға қарағанда кішілеу. Ай жұлдызға қарағанда жақындау. Найзағай дауылға қарағанда қорқыныштылау. Қыста жазға қарағанда күн қысқалау. Сөйлемдердің орысша нұсқасы. Жазылым 5-ші тапсырма. Суретке қарап, күн райы туралы болжам жаз. Мысық 4 аяғын бауырына жинап ұйықтаса, жаңбыр жауады. Мысық аяғын жазып ұйықтаса, күн бұлтты болады. Мысық үйден шықпай, көңілсіз жүрсе, күн құбылмалы болады. Мысық ойнап жүрсе, күн ашық болады. Мысық шалқасынан жатса, күн ыстық болады. Болжамдардың орысша нұсқасы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.